Мен қазір таудамын. Және де біз бүгінгі выпускта инфобизнес жайлы сөйлесетін боламыз. Және де менің алдымдан қазір миллион адамдар өтіп бара жатыр. Ал мен солардың алдында сіздерге 5 штатива и петличкасыз кадр жасайтын боламын. Кеттік. Инфобизнесте 3 жылда оқып бар адам ретінде мен сіздерге айтатын кеңестерім, сіздердің сұрақтарыңызға жауап, және де не нәрсені жасау керек, жасамау керек, ең алғаш бастағанда не нәрседен бастаған дұрыс. Сол тәптардан мен айтатын болсам, түсіндіретін болсам, маған дайректке келетін ең көп дүниелердің бірі инфобизнес әлі де актуальды ма, немесе уже пикке жетті ма деген сияқты. Негізі мамандардың анализіне сүйенетін болсақ, по факты түрде 2024-2025-те пик орнайды деп жатыр. Яғни осы инфобизнес бойынша мамандар көп, сұраныс көп деген секілді. Ал данное время енді ғана басталып жатыр. Өйткені нормальный, дұрыс эксперт мамандар жоқ. Допустим, осы жақында ғана мен өзімнің командама SMM мамандардың видео көріп, сайт мамандар болмаса веб-дизайнерлер іздеген кезде прям өте қатты ізденуге тура келді. Прям барлық усилияны и таргетке жіберіп бардық мамандарды біз тапқан уақытымыз болды. Тот факт, что реально дәл қазір рынокта кім немен айналысатынын біз біріншіден білеміз. Ол значит сен көп маман бар дегенді білдірмейді. Екіншіден не болмаса сол мықты мамандардан бір гайд или курс или марафон тағы да то же самое сол сияқты нәрселерді алып алып енді мықты маман деп келе жатқан адамдар больше көбірек. Допустим, SMM деп, SMM бойынша жұмыс жасаған, мен эксперт емеспін SMM-мен, бірақ айта кетейін, SMM деп бір курс, бір гайдты оқып алып, и ешқандай бір жұмыс жасамай, ведение жасамай, басқаларға курс өткізіп жатқандар өте көп. Сондықтан негізінде бастапқы кезде айтатын нәрсем, реально сіздің нишаңызда, любой нишада эксперт аз. Самое главное, ең көп нишада эксперт көп нишасы ол, наверное, фитнес шығар. Фитнес, ПП, салмақ тастау деген секілді. Итого оның өзінде бірнеше ғана бетке ұстайтын. Өйткені сен реально танисың мамандар. Енді смотрите, кейбіреулер әлі ойланып жүргенде, пик болды ма, болмады ма, сұраныс бар ма, жоқ па деп жүргенде, біреулер просто так келеді, көреді, байқайды и отырған жерлерінен заработок жасап, жылма-жыл, айма-ай өсе бастайды. И барлығы маленький нәрседен басталады. Бұл бірінші нәрсе. Сіз идеальный нишаны, конкуренция жоқ нишаны таба алмайсыз. Ең көп адамдардың инфобизнеске келетін кездегі нәрсесі ол ради денег. Ақша үшін да, как-то мынандай ғой, барлығы блогер болып жатыр. Мен де блогер болсам ба, мен де блогер бола салайын ба дегенмен менің айтатыным, бөлісетінім бар, және де менің өзімнің халыққа беретін дүнием бар деп блогер болу, ол екеуінің разницасы әртүрлі. Дәл сол секілді сіздің де инфобизнеске келгендегі ниетіңіз, ойыңыз, қалауыңыз, или болмаса только ради заработок келген, ол то же самое білінеді. Көбінесе, мысалы, үйде отырған аналардан дейікші, болмаса студенттер, енді өзін танып жатқандар, қай салада прям күшті ақша болып жатқан болатын болса, сол салаға қарай прям ұшатта. Но на самом деле сен дәл қазір актуальны болып жатқан сен нәрсені сен оқитын болсаң да, ізденетін болсаң да, сен үлгермейсің, потому что ол келесі жылы не актуально. Сондықтан бірінші өзіңнің сенің қабілетің қайсыған больше кетеді, және де сенің қалауың қайсыған больше, және де сенің жүрегің қай нәрсеге қарай көбірек барап жатыр, ұшып жатыр, көмектесесің өзге адамдарға. Сол нәрсеге сен фокус қойсаң, көп ақша реально түрде сен таба аласың. Потому что менің өзімнің дәл қазіргі нейромаркетингке постепенно жайменеп аяқ басқаным секілді. Так, нишаны айттық, конкуренция жайлы айттық. Енді инфобизнестің плюстері мен минустары жайлы айтатын болсақ. Ең самый байқадыңыздар ма, сіздердің іштерің түспасын деп отырған жерінде локацияны кішкене ауыстырып жатырмын. Ең самый плюсынан бастайтын болсақ, бірінші плюс ол в том, что сен реально көп ақша таба аласың. Және де шектеу жоқ, шекара жоқ. Бұл жерде правиланы сен өзің қоясың. Төртінші и бесінші қалаған жеріңде реально жасай аласың. Ол рас. Бірақ осы жерде дәл осы дүниенің минус жағын айтатын болсам. Минусының бірі шектеу жоқтығында, правила жоқтығында, и көбінесе ережені бұл жерде адамдардың өздері шығарады.
стористегі если сен заработың аз болса, значит ол сенің как-то мына жердегі бір стористың фишкасын істемеуіңде, ол реально ол болуы мүмкін, бірақ шрифт, оформление всегда үлкен орасан роль ойнамайды. Тот факт, что если сен сата алмасаң, егер сен сата алмасаң, эксперттілігіңді дұрыс көрсете алмасаң, реально сен не то что 100 мың, 200 мың, миллион теңгеге реклама жасасаң да, сен сата алмайсың. Бұл бір. Екіншіден, правиланың тағы да бір жоқтығының себебінің бірі, сен өзіңнің принциптеріңді, өзіңнің ценностьтарыңды, өзіңдегі шектеуді, өзіңдегі қалауды жоғалтуы мүмкін. Яғни өзіңнің бастапқы кезде миссияңмен бастауың мүмкін. Ол супер күшті. Бірақ кей адамдардың сторис ондай, контент мұндай, визуал мұндай, андай деп жасаған правилаларына сен де еніп кетуің мүмкін да. Сол шектеуге, сол ережеге, сен өзіңді жоғалтуың мүмкін. Бұл екінші. Үшінші нәрсе, сен жаңағы айтып кеттім, егер естеріңізде болса, сен дәл қазіргі актуальды нәрсені оқығанның өзінде сен үлгермейсің дедім, бұл қуанарлық жағдай, болмаса біреуге өкінішті жағдай, өзін табу керек деген секілді. Бірақ мен мына бір нәрсені мына нәрсені түсіндіре кетейінші. Мына нәрсені түсіндіре кетейін. Сізге айтып жатқан адамдардың барлығының ойларын, что я хотела сказать, ошибкаларды айтып жатыр, минустарды. Жаңа нәрсені кім ойлап тауып отырады, сол всегда ұтыста болады. Жаңа нәрсе, ережелер, құндылықтар, жаңа новый фишкаларды ойлап тауып отқан адамда, миында шексіз постепенно заттар жасай алатын адамда всегда ұтады. Вот сол нәрсе инфобизнес. И енді менің қолым дірілдеп жатыр. Енді инфобизнеске енді орналасып жатқан адамдарға не ұсынамын? Бірінші, оқырмандармен ешқандай байланыс болмай, тупа өздерінің қалаған өнімдерін жасай салу. Бұл бір. Всегда оқырманнан сұраныс болу керек. Сонда сен даже 100 оқырманың болсын, 200 оқырманың болсын, сен продаж жасай аласың. Екінші, ешқандай нәрсе ахватқа, статистикаға тірелмеген. Если сен сата алсаң, сен всегда ұта бересің. Мысалы, сен сайт жасат, сен визитка жасат, сен күшті бір мамандарды жалда. Бірақ сен если өзің сата алмайтын болсаң, өз навығыңды ақшаға айналдыра алмайтын болсаң, то тогда сен всегда минуста боласың. Бұл екінші. Значит, бұл жерде сата алу навығын жетілдіру керек. И үшінші, басты фокусы дұрыс нәрсеге қоя алуың шарт. То есть сен қай нәрсеге фокус қоясың, қай нәрседен сен өскің келіп жатыр, өзіңнің 3 жылдан кейінгі, болмаса 4 жылдан кейінгі қай нәрсеге көңіл бөлесің. Допустим, инфобизнесінің ішіндегі именно курс жасау мен үшін өте ауыр екенін түсіндім. Ол маған көп выгорание, стресс, депрессия алып келетін. Мен алдыңғы жыл жазда толыққан болатын. Мен қазір максимум жасайтын нәрсем ол гайд и наставничество. Только жеке адамдармен бірге жұмыс жасайтын нәрселерім и қалғаны YouTube. Так как мен нейромаркетингке постепенно келіп жатырмын, и менің бұдан тауып жатқан нәрсем ол маған үлкенірек. Сол сияқты өзіңізге келетін нәрсені тауып алуыңыз керек. Значит, барлығы курс жасап жатса, барлығы продюсерлікті оқып жатса, барлығы курс жасап жатса, немесе гайд сатып жатса, это не значит, что сен де дәл осы нәрсені жасауың қажет деп. То есть өзіңнің фишкаң, өзіңнің жолың, өзіңнің қалауың болу керек. Ол үшін всегда жасап жатқан жұмысыңызға мән беріңіз. Даже сторис салатын болсаңыз да. Сторис салғанда сізге больше не нәрсе ұнайды? Оформление ұнай ма, текст ұнай ма, визуал ұнай ма, түсі ұнай ма, адамдарды зерттеген ұнай ма, болмаса оларға раскрытие жасаған ұнай ма, болмаса әртүрлі нәрселер. Және де айта кететін нәрсем, всегда менің айналамда өсіп жатқан адамдардан мен сұрақ жауап жасаған кезде, енді прям қайнап жатқан ортада жүрмін қазір. Ешкімге бірін болсын естіген жоқпын, что менің ата-анам рекламаны төлеп берді, ата-анам курсқа ақша берді, немесе наставничествоға ақша берді деген нәрсені естіген жоқпын. Өздері жинаған, өздері копить еткен. Менің өзіме сондай қатардан жатамын. Өзім реально доходымнан бөліп отырдым рекламаға и солай салып отырдым. Реклама жүрген кезде де
страницаның іші рекламадағы келетін аудиторияға дайын болу керек. Это очень важный нәрсе. Moonlight. Вот. Және де соңғы айтатын бір нәрселердің бірі просто қорықпа. Мына нәрсені түсіндіре кетейін. Сен өзіңді асырау үшін бастап жатқан дүниең, ол саған кәдімгідей сауап болады. Потому что сен біреуге қол жайып жатқан жоқсың, және де хадистерде ғана айтылған, если сен өзіңді асырау барысында, өзгеге алақаның жаймау барысында, алақаның жайып тілемес үшін сен жұмыс жасап жатсаң, онда сен Алла саған жаңағы әрбір басып жатқан қадамыңа сауаптарды және жеңілдіктерін жасайды деп. Сондықтан қорықпасаң болады. Вот менің бүгінгі чисто тауда отырып, жерде отырып түсірген выпускым осы. Негізі мына бір нәрсені көрсетемін деп ойлағам сіздерге. Көріп отыр ма? Вот алдымнан негізі бұдан да көп адамдар өтті. Мен ойладым, что түсіре алмаймын деп. Как-то жасадым. Альхамдулилля. 3,5 сағат жүріп келдім осы жерге. Так что лайк басыңдар, подписка жасаңдар, және де если саған ұнайтын болса, если ұнаса, егер менің дәл қазіргі нейромаркетинг әлеміне қалай келгені интересный болса, қанша заработок жасайтын интересный болса, комментарийға жазып кет. Если қуанам, және де комментарийда ең белсенді болған адамдардың ішінен менің сыйлығым бар. Давай. Отыра беріп ше. Такая мен осылай отырмын. Үйіп қалған ғой аяғым, үйіп ше. Сендерге, ой, мамышке қандай локация істедім. Мына пакетпен. Потому что адамдар отыратын жер жоқ. Менде штатив жоқ. When the soul of the dream, you were just 16, packed a bag and ran away. And it's a crying shame you came all this way, cause you won't find Jesus in LA. And it's a crying shame you came all this way, cause you won't find Jesus in LA. And that is when I knew that it was time to go home. And that is when I realized that I was alone. And all the vibrant colors from the lights fade away, and I don't care what they say. You won't find him down on Sunset, or at a party in the hills, at the bottom of the bottle, or when you're tripping on some pills. When the soul of the dream, you were just 16, packed a bag and ran away. And it's a crying shame you came on.